Сәлеметсіздер ме, оқушыларым қалайсыздар? Сіздермен Бексұлтан ағай. Мен енді осы сабақ онлайн орталығының дүниежүзі тарих пәнінен мұғаліммін. Енді біз бүгінгі не жасаймыз, не істейміз, не түсіреміз. Бүгін бізде чат GPT-дің білімін тексереміз. Енді чат GPT-ді қолданатын шығарсыздар өмірде. Сабақты көшіруге, тағысын тағы деген секілді. Енді біз осы чат GPT-дің ұбт-ны қалай тапсырады екен, соның білімін тексергіміз келіп тұр. Оны көру үшін менімен бірге болыңыздар. Енді бірінші сұраққа өтейік. Бірінші сұрақта бізде айтады: ежелгі замандағы өркениеттер қалыптасқан Тигр мен Евфрат өзендері аралығындағы жалпы сол жерді не деп атайды дейді. Бұның жауабы енді бәріңіз білетін шығарсыздар, бірақ сонда да чат GPT-ден бұны сұрап көрейік. Енді чат GPT-ге кіріп, осы сұрақтың жауабын іздейік. Астына біз жауабын тап деп жазамыз. Дұрыс жауап бізде Месопотамия деп жауап берді. Дұрыс айтады. Месопотамия қазіргі кезде бізде осы Ирак жерінде орналасқан, и қазірде осы жерге барсаңыздар, сол әртүрлі ескерткіштерді көрсеңіз болады, сол заманның ескерткіштерін. Келесі бізде сұрақ: орта ғасырлық Жапонияның астанасы қалай? Енді біз бәріміз білеміз, қазір Жапонияның астанасы Токио екенін, бірақ оған дейін бізде астана басқашалай аталған еді. Соның жауабын біз чат GPT-ден сұрап көрейік енді. Дұрыс жауабын шығарып берді. Әрине бізде астанасы сол кезде Киото қаласы болған еді. Енді біз ұлы француз революциясына өтейік. Сол кезде конвент басшысы Робеспьер құрамында болған саяси клуб дейді. Бұл бізде ұлы француз революциясы, білесіздер, 1789 жыл басталған болатын. Сол революцияда Францияда үлкен өзгерістер болған болатын, патшаның билігі құлатылды. Сол кезде бізде осы Робеспьердің алған рөлі өте үлкен болған болатын. Енді Робеспьер қай партияда екен, қай саясатта екен, соны білейік. Бұның жауабы әрине Якобшілер болады. Білесіздер, Якобшілер диктатурасында орнаған болатын. Робеспьер сөйтіп қаншама адамды қырып салғанын білеміз. Келесі бізде 1875 жылы Ұлыбритания Мысыр монархынан сатып алған канал дейді. Бұл да сұрақ өте оңай негізі, білетін шығарсыздар. Бұл енді бізде Египетке байланысты. Мысыр деген негізі Египет қой. Египетте бізде өте ірі, білесіздер, канал бар. Жауап бізде әрине Суэц каналы болады. Суэц каналы қазіргі күнге дейін әлемде өте маңызды рөл атқарады. Яғни Еуропадан Үндістанға шығып кетуге өте ыңғайлы жол болып табылады екен. Келесі тағы да француз буржуазиялық революциясына байланысты. Яғни революция өкілі Жан-Поль Мараттың шығарған газеті қалай аталады дейді. Бұл да оңай негізі. Жаттауға да оңай. Бізде енді Марат деген есім өзімізде кездеседі ғой. Сол Мараттың бізде қандай газет шығарғанын білейік қазір. Жауап бізде бұл Халық досы деген газет болады. Яғни Халық досы газетін шығарды, кейін бізде Жан-Поль Мараттың тағдыры қиын болды. Яғни оны Шарлотта деген, Кордо деген әйел кісі оны өлтіріп тастаған болатын. Келесі 19 ғасырдың соңында Үнді ұлттық конгресінің радикалды қанатының көсемі дейді. Бұл сұрақта қызық сұрақ енді. Осы Үндістанда білесіздер, осындай Үнді ұлттық конгрес деген ұйым 1885 жылы құрылған болатын. 99 жылының конституциясы қабылданды. Енді бұл ұйымның мақсатын білеміз. Бұлар бізде Үндістан жерінде тәуелсіздікке ұмтылған болатын. Сол кезде бізде осы Тилак деген кісі не істеген? Тилак бізде осы радикалды бағыт, яғни халық қайтқан болатын. Біз ағылшындардың тауарын қолданбау керекпіз, ағылшындардың бұйрығын орындамау керекпіз, және свадеши деген ұсынысты ұсынған еді. Келесі орыс қалаларының анасы атанған қала дейді. Бұл енді тоже оңай. Орыстар енді бұл басында білесіздер, орыстар Киев Русия деп басталған болатын олардың тарихы. Кезінде Рюриктердің бастауымен Рюриктер басшылыққа келіп, сөйтіп осы Киев қаласы кейін жаулап алған болатын. Киев қаласы сөйтіп бізде орыстардың анасы болып табылады. Яғни басында қазір Ресей ғой атауы, бірақ бұрын оның атауы Киев Русия болған еді. Енді ежелгі заманға оралайық. Ежелгі заманда біздің заманымыздан бұрынғы 431 жылдан бастап 30 жылға созылған Афина мен Спарта қалаларының арасындағы болған осы грек полистерінің соғысы қалай аталды дейді. Енді бұл тақырып Грекияға байланысты. Білесіздер, Грекияда ол жақта бір біріккен мемлекет болған жоқ. Ол жақта қалалар болды.
соның ішіндегі ірі қалалар осы Спарта мен Афина қалалар болды. Яғни осы қалалар осы Грекиядағы басшылыққа ұмтылған болатын, сөйтіп ол өз арасындағы Пелопоннес соғысына алып келді. Бұл соғыстың нәтижесі қалай? Бұл соғыстың нәтижесінде бізде екі мемлекет әлсіреп кетті, и сөйтіп кейін оған жаңағыдай парсылар шабуыл жасап, өте қиын жағдайға тап болған болатын. Келесі біздің сұрағымыз доминион ұғымының мәні дейді. Енді бізде бұл сөз әсіресе осы жаңа заманда көп кездеседі, яғни бірін-бірін басып алу деген секілді. Оған қазір жауабын бірге табайық. Бұл жерде жауабы өзін-өзі басқару дейді. Енді бұл жерде бұл жерде қате жауап берген секілді менің ойымша. Не үшін? Өткен доминион деген сөздің мағынасы бұл бағынышты елді айтамыз. Яғни Англияның, Францияның доминиондары болды, и бізде олар осы отарлары, мысалға Үндістан мемлекеті осы кімге бағынған болатын, яғни ағылшындарға. Бұл сұрақ негізі менің ойымша қате, бірақ көрейік енді. Келесі сұрақ қоғамда қалыптасқан құндылықтарға және идеяларға күдік келтіретін немесе жоққа шығаратын философиялық ағым дейді. Оған біз тағы тоқтайық. Бұл сұрақтың жауабы да оңай. Бұл сұрақ даже Қазақстан тарихынан да келеді. Ежелгі заман тарихында бұл туралы айтылады. 10-шы сыныпта Қазақстан тарихында, дүниежүзі тарихында да келеді. Бұл жерде дұрыс жауап нигилизм дейді. Яғни бұл былайынша айтқан кезде өзіңнің мысалы қазақтың салт дәстүрін қазір көйіп кетті ондай нәрселер. Қазақтың ой ауылбай деп қазақша сөйлесе оны бір төмен адам көріп деген секілді. Яғни өзінің мәдениетін, өзінің тілін сыйламау деп айтсақ болады. Келесі бізде 21 ғасырдың басында биполярлы және бірполярлы әлемнің орнына келген жаңа әлемдік жүйе дейді. Енді бізде бұл өте жаңа заманның несі ғой, қазіргі заманның тарихы. Қазіргі заманда білесіздер, жалпы алған кезде бізде 45 жылдан бастап 91 жылға дейін білесіздер, Кеңес одағы мен ақш мемлекеті өте бір-бірімен қарсыласып, 40 жылға соғыста болған болатын, биполярлық кезең болды. И сөйтіп бізде осыдан кейін бірполярлы болған болатын. Яғни ақштың ықпалы күшейді. Бірақ кейін бізде ақшқа конкурент болатын мемлекеттер пайда болды, Қытай секілді. Сөйтіп бізде көп полярлы мемлекет, яғни көптеген мемлекеттердің мықты мемлекеттер пайда болғасын осылай атайды екенбіз. Келесі сұрақ бізде Сократтың шәкірті, Аристотельдің ұстазы дейді, және жан мен тән идеясының авторы кім дейді. Енді бұл ежелгі заманға байланысты, ежелгі заманның философтары, сол сұрақтар. Қазір бұның жауабын тауып көрейік. 12. Бұның жауабы бізде Платон болады екен. Яғни Платон осы жан мен тән, философия білесіздер, философия жан мен тәннің несін зерттейді ғой. И осы кісі сол туралы біраз ақпарат қалдырған екен. Енді қорытындылай келе біз ChatGPT-дің біліміне мен күмәнданған жоқпын. Енді ол да өзінің білімін дәлелдеді, барлығына дұрыс жауап беріпті. Енді бұйырса сіздер де осы Құдай қаласа сабақ онлайнмен дайындалып, ChatGPT сияқты осы бүкіл сұрақтың жауабын табуға ұмтылыңыздар, осы жұғысты болсын. Енді балалар бұл ChatGPT-ді қатты сеніп қалмаңыздар бұған. Енді білесіздер, ұбт қазір өте қиын, ұбт-та телефон деген кіргізе алмайсыздар. Сол үшін біз оны реклама атқан жоқпыз, біз сіздерге қызық болсын деген ниетте тапсырып жатырмық. Яғни өздеріңіздің білімдеріңізге сеніңіздер, баяғыдай біздің кезімізде көшіру деген жоқ қазір, тек біліммен алып шығасыздар. Сол үшін дайындықты осы сабақ онлайнмен бірге жүргізіңіздер. Сіздерге дайындықта сәттілік, сіздермен болған Бексұлтан ағай, сау саламатта болыңыздар.